өздеріңіз көріп тұрғандай мусордың 3 түрі бар. Мынау жаңағы ресайкл, бұл қайта өңдеуге жіберілетін заттар. Бұл жерде қағаз, пластик ыдыстар, бөтелке, сондай нелер кетеді. Тастау. Мына коробка тастаудың өзінің ережесі. Кәдімгідей аяқпен таптап тұру керек әйтсе. Егер бұл асыра бүйтіп асып кетсе, осы дұрыс тасталмаса, $50 дейін, $100 дейін айыппұл салынады. Жаңағы пластик ыдыстар, қаңылтыр, осындар осы. Мынаны айтып кетейін, мынау жасыл. Бұл жаңағы тамақ. Бұл жерде тамақтың қалдықтары, содан кейін жаңағы көбінесе тамақтың қалдықтары жасыл нәрселер. Бұл жаңағы жерге көмілетін дүниелер. Жерге мысалы жапырақ кескен кезде бәрі осының ішіне кетеді. Шіріп жаңағы жерін айтады. Ал оған кетпегендері қоқысқа тасталады. Бұл қоқыстың ішінде қарамыз, бұл гәрбич, бұл таза қоқыс. Бұл жерге жаңағы әжетхана қағазы, сынған бөтелке, резина заттар, пластик қапшықтар, сондай нәрселер осы салаға басталады. Және осылардың бәрі бұзылса, тәртібі орындалмаса, үлкен көлемде айыппұл салуы мүмкін. Өзімізде біраз көлемде айыппұл алғанбыз. Және бұл сейсенбі күні кешке шығарылып, алмаса сәрсенбі күні таңертең алып кетеді. Одан қалып қойсаңыз, сіз келесі апта тағы қалады. Бұның үстіне асып кетеді. Бұл асқаннан кейін тағы да сіз айыппұл төлеуге мәжбүр боласыз. Сондықтан осы біз күнделікті біздің апта сайынға өзгермейді.